Әбіш қазақ руханиятының ең жарық жұлдыздарының бірі. Мен оның шығармашылығымен тоғысқан кезде өмірдің мәні мен адамның ішкі әлемі туралы көп ойланамын. Алғашқы еңбек жолына келген сәтте ұжымдастармен Әбіш шығармашылығынан сахналық қойылым дайындаған болатынбыз. Сол сәттегі сезім жылдан жылға жаңғырып, мен үшін Әбіш сөзі адамның тұлғалық қасиеттерінің формуласына айналды. Әбіш олимпиадасына қатысатынымды білгенде, мен үшін Әбіш әлемін тереңінен танып, еңбектерінің түпкі мағынасын шәкірттеріме ұғындырып, санасына сіңіртуге тағы бір мүмкіндіктің туғанына қуанып, зерттеуді бастадым. Театр үйірмесіндегі шәкірттерімен сабақ барысында Әбіш Кекілбайұлының әңгімесі жүнді барақты сахналық қойылымға айналдырғанымызды еске түсіріп, шығармадан алған сезіммен бөлісіп, олар үшін Әбіш шығармашылығы рухани өсу жолына деген бір үлесінің барына қуанып, ізденісімнің тұспағдарына айналдырдым. Мен үшін ой тереңдігімен, сөз шеберлігімен дараланған маңғаз дала Маңғыстаудың перзенті Әбіш мұрасының тұңғиығына батып, жүрекпен сезіну ерекше құбылыс болды. Әбіштің жазушылығымен қатар ойшыл, қоғам мен адам табиғатын терең түсінген тұлға екенін ұқтым. Әбіш өз бойындағы бұқпаланып жатқан кіші жүздің өр рухын, қасқыр мінезі қайсарлығын әрбір кейіпкер арқылы тарих пен бүгінді, аңыз бен шындықты астастыра жан бітіріп суреттегендей, өз тектілігін сақтай отырып, шыңыраудағы еңсептің бейнесі арқылы адам рухының тереңдігін, тағдырмен күреске түскен жанның өз орнын дәлелдеп, ел жадында мәңгі қалуға тұрарлық еңбегін жастарға үлгі өнеге ретінде жеткізді. Міне, осы арқылы адамның тұлғалық қасиеттерінің формуласы негізгі жиынтығын тапқандай. Мен үшін тағы бір мәрте Әбіш сөзі адамның тұлғалық қасиеттерінің формуласы екенін дәлелдеді. Ұрпақтарды тамсантқан сымбат нәрі, ғұмырыңыз тірліктің түрлі ақпары, тәуелсіз ел тілінде жарқыраған. Бұл ғасырдың өзіңіз бір мақтаны, жылытса жүректерді жан шуағы. Біліммен көңіл кірі аршылады, нұр шашсын деп, әлемге сыйға тартқан сияқтысыз Маңғыстау шамшырағы.